Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Сендер мені білесіңдер ме? Менің атым Хадаса. Мен Парсы елінде тұрамын. Бірақ мен бұл жерден емеспін. Менің ата-анам қайтыс болған. Олар тіпті менің есімде де жоқ. Мені Мардахай деген туысым асырап алды. Ол маған әкемдей болды. Біз Сузы деген ұлы қалада тұрамыз. Мұндағылар мені Естер деп атайды. Парсы тілінде бұл есім шығыс жұлдызы дегенді білдіреді. Бұл ақылды, әрі сұлу бойжеткен бір күні жарық жұлдыздай жарқырап, атақты болатынын ойламаған еді. Эстер патшайым болды. Оның оқиғасы киелі кітапта айтылған. Оны құдіретті патша Ахасуэр таңдады. Патша оны басқа жас қыздарға қарағанда көбірек ұнатып қалды. Патша оның басына тәж кигізіп, үлкен той жасады. Сол күні бүкіл патшалық бойынша ешкімнен салық алынбады. Керісінше, барлығына сыйлықтар таратылды. Эстердің дәл сол уақытта патшайым болғаны кездейсоқтық емес еді. Ахасуэрдің таңдауына Құдайдың өзі әсер еткеніне мен сенімдімін. Осы істе патшаның жүрегін басқарып тұрған әлемнің иесі екеніне Эстер сенді. Патша сарайында ешкім Эстердің яхуди қызы екенін білмеді. Ол мұны құпия түрде ұстады. Асырап алған әкесі оған бұл туралы ешкімге айтпауға кеңес берді. Ол оған мойын сұнып, үндемеді. Мардахай да патшаға қызмет етті. Бір күні ол екі қызметшінің патшаға қастандық жасауға дайындалып, олардың патшаны өлтіргісі келетінін біліп қойды. Мардахай бұл туралы Эстер патшайымға хабарлады. Эстер болса тез арада хабарды патшаға жеткізді. Қастандық болмай жатып, сәтсіздікке ұшырады, ал кінәлілер бірден жазаланды. Ахасуэр өз патшасына бұл туралы күнделікті жазбалар кітабына баяндама жазуды бұйырды, және хатшы бұл жұмысты орындады. Көп ұзамай сарайда бір мейірімсіз адам пайда болды. Бұл тәкаппар, әрі мақтаншақ Хаман еді. Ол патшаның көңілінен шығып, оған жақын адам бола алды. Хаман бүкіл Парсы империясындағы екінші адам болды. Бұл адамның жүрегінде шайтанның жоспары болған. Бұл туралы толығырақ келесі шығарылымда білесіңдер. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.